Сәлем достар, жаңа жылға және кез келген мерекеге арнап мандарин қосып жасалынатын ерекше сочный болып шығатын пирог пісіреміз. Каналыма тіркеліп, басқа видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Керек заттардың толық құрамын астына описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып, оның үстіне қантты салып, жақсылап ағарып көпіргенше миксерлейміз. Одан соң үстіне сүт және сұйық майымызды қосып, миксерлеп жақсылап араластырамыз. Ұнымызға разырхитерді салып жақсылап араластырамыз. Сұйық массамыздың үстіне ұнды електен өткізіп, 3 бөлікке бөліп, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Міндетті түрде 3 бөлікке бөліп, жеке-жеке араластырыңыздар, сол кезде пирогымыз көтеріліп, әдемі болып шығады. Міне бізде пирогтың массасы дайын болды. Енді формамыздың астына кішкене қантты сеуіп, видеода көрсетілгендей мандаринді ортасынан теңдей 2 бөлікке бөліп, формамызға мандаринді орналастырамыз. Енді формамызға мандариннің үстіне барлық жеріне біркелкі етіп пирогты саламыз. Одан соң алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минут пісіреміз. Міне ерекше пирогымыз дайын. Видеода көрсетілгендей тарелкаға салып аламыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, ерекше сочный болып піседі. Басқа видеоны жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.